Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше әдіспен дайындалған тауық сандарын жасайтын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басыңыздар. Бұндай ерекше әдіспен піскен тауық сандары жан-жағынан қызарып, қытырлақ болып піседі. Тауықтың сандарын 3-4 сағат бұрын маринаттап қоямын. 5-6 тісше чеснокты үкіштен өткізіп, үстінен саламыз. Дәміне қарай тұздаймыз. Менде 1,5 килограмм тауық сандарына 1,5 шай қасық тұзды қосамын. Жарты шай қасық бұрыш, бір жарым шай қасық паприка, 1 стакан көлемінде зәйтүн майын құямыз. Егер зәйтүн майы болмаса, күнбағыс майына алмастыруға болады. Жақсылап тұрып араластырып алып, 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бір жарым килограмм ашылған картопты видеода көрсетілгенде жұқалап турап аламыз. Дәміне қарай тұздап, бұрыштап, үстінен майымызды құйып, араластырып аламыз. Біздің картопымыз дайын. Маринатталған тауық сандарын торшаға осылай іліп орналастырамыз. Егер тауық сандары торшадан шығып кетіп жатса, зубочисткамен бекітсеңіз болады. Менде бір тауық саны сынған, сондықтан осылай бекітіп қоямын. Алдын ала қыздырылған духовкада видеода көрсетілгендей тауығымыз бен картошканы орналастырамыз. Әркімнің духовкасы әрқалай, сондықтан уақытын қадағалап отырыңыздар. Менде 1 сағат көлемінде пісті. Осылай жан-жағынан қызарып әдемі болып піседі. Картошкамыз одан ертерек пісті. Табағымызға салып, әсемдеп кешкі асқа ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Сонымен қатар менің каналымда басқа да ыстық тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.